кез келген адамда жүрегінде махаббаттың өзінің шкаласы болады. Мысалға, күйеуі мен әйелін алайық, немесе ата-анасының балаларына махаббаттарын алайық. Ер адамды алатын болсақ, әйелі, бала шағасы, бауырлары, дос жарандарына өзінің жүрегінде махаббаттың шкаласы болады. Оны ол өзі сезеді кәдімгідей. Ол көзге көрінетін нәрсе емес, оны адам өзі сезінеді. Әйел адамда да дәл солай. Күйеуіне, бала шағасына, жан жағына, өзінің айналасына, немесе екі дос алайық, екі бауыр, бір-біріне махаббат, келесі бір бауырына махаббат және басқа бір бауырына махаббат, жүректеріңізде барлықтарыңыздың сол махаббаттың шкаласы болады. Сонымен біздер кімді қалай артық жақсы көретін білеміз. Соның ішінде бәрімізге мәлім, бәрібір біз адам өзімізді қатты жақсы көреміз. Өзімізді қатты жақсы көреміз. Енді негізінде ақиқатында нағыз момын мұсылман адам ең бірінші өзінен де, ата-анасынан да, әйел бала шағасынан да ең бірінші Аллаху субхана ва тағаланы жақсы көру керек. Содан кейін барып екінші ардақты пайғамбарымызды Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам сол кісіні жақсы көру керек. Содан кейін барып өзін, ата-анасын, әйел бала шағасын. Міне нағыз шынайы мұсылман адамның жүрегіндегі махаббаттың шкаласы осындай болу керек. Енді сұрақ, қалай біз өзімізден, бізді дүниеге әкелген ата-анамыздан, өзіміздің жан жарымыздан, күйеуімізден немесе әйелімізден, өзіміздің ішімізден шыққан бала шағамыздан қатты Аллах тағаланы немесе оның расулын жақсы көреміз. Бір адамды жақсы көру үшін ол адамды өте жақсы тану керек, толық білу керек. Яғни сол адамға бір махаббат сезім болу үшін, жақсы көру үшін ол адамды толыққанды біледі. Яғни ол адамның қыр-сырын, жақсылығын, жамандығын деген сияқты, ол адамның сыйластығын білгеннен кейін сол адамға деген адамның махаббаты оянады. Ал енді ата-анамызға деген махаббат, ол деген екі бастан біздерді дүниеге әкелген адамдар болғаннан кейін еріксіз жүретін махаббат. Бала шағамыз өзіміздің ішімізден шыққаннан кейін еріксіз жүретін махаббат. Көрдіңіздер ме? Бірақ енді қараңыздар, ата-анамызды жаратқан кім? Бала шағамызды бізге берген кім? Осылай 12 мүшемізді сау қылып, біздердің 4 көзімізді түгел қылып, бауыр ет барлығын аман қылып, және де осындай қасиетті мекендерге келуімізді біздерді нәсіп етіп атқан ол Аллах субхана ва тағала. Шексіз нығметтерді беріп жатырған. Бір көзіміздің ақысын бере алмаймыз біз Аллах тағаланың алдында. 12 мүшені толық айтпаған жағдайда. Қараңыздар. Сол Аллах тағаланы біздер міне бәрінен де, өзімізден де, өзгелерден де артық қатты жақсы көруіміз керек. Осы жерде енді міне біздер Медина қаласында, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қаласындамыз. Міне мына жерде дәл жанымызда ең адамның асылы, Аллах тағаланың сүйікті пайғамбары, біздердің үмметі сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жатыр жанымызда. Сол кісіге деген біздің махаббатымыз дәл солай өзімізден, ата-анамыздан, бала шағамыздан артық болу керек. Ал оны білу үшін біздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келгеннен бастап 63 жыл бойы өмір сүргенін, 53 жыл осы өзінің Мекке қаласында, одан кейін хиджрет етіп осы Медина қаласына көшіп келіп, 10 жыл осы Медина қаласында өмір сүргені, және де дүниеден озғаны, пайғамбарымыздың ата-анасы, бала шағасы, әулеті, бауырлары, ол кісінің барлық істеген іс-әрекеттері, жорықтары, достарымен, жұбайларымен, бала шағасымен қарым-қатынастарын біздер жақсылап білгеннен кейін біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өте қатты жақсы көреді екенбіз. Осы жерде сіздерге міне кеңес, құрметті бауырлар, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмірін тек қана тыңдап, оқып қана қоймай, жаттауымыз керек. Жаттайық, жадымызда сақтайық. Сол кезде пайғамбарымыз біздің жүрегімізде болады. Қазіргі таңда білесіздер, міне керемет Нұрсұлтан Рысмағамбетұлы деген ұстазымыз бар. Сол ұстазымыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сирасын, өмірбаянын керемет жеткізіп жатыр. Сол кісінің ютубтан толық уағыздарын тыңдаңыздар тынбай. Ерлан Ақатаев ұстазымыздың да бұдан алдын шығып қойған керемет пайғамбарымыздың сирасы бар. Соны тыңдаңыздар. Тыңбай сондай керемет ұстаздардың пайғамбарымыздың өмірбаяндарын тыңдай беріңіздер. Ал енді оқу мәселесіне келетін болсақ, ол тіпті нұр үстіне нұр. Тыңдағаннан, оқығанның пайдасы тіпті көбірек. Адамзаттың асыл тәжі деген керемет кітап бар, барлықтарыңыз білесіздер. Сол кітапты алып, оқып, шама шарқыңыз жеткенше сол кітапты жаттауымыз керек қой. Сол кезде міне біздер пайғамбарымызға деген саллаллаху алейхи уассалам махаббатымыз деген ояна береді. Сол себепті бауырлар, мен осындай сіздерге кеңес беремін. Бүгін бірінші күн,
осы жаққа келіп жатырмыз. Аллаға шүкір, Аллах тағала құлшылық ғибадаттарыңызды қабыл етсін. Пайғамбарымызға деген саллаллаху алейхи уассалам махаббаттарыңызды арттырып күшейте беріңіздер. Тек қана сәлем беріңіздер пайғамбарымызға кіріп, қасында Абу Бакр радиаллаху анху, Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху жатыр, ол кісілерге де сәлем беріңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларында өмірбаян оқыңыздар. Біздер ол кісілерді жанымыздан да қатты жақсы көруіміз керек. Бұл мешіт біздің дініміздегі үш үйден ниеттеніп шығып келіп намаз оқуға болатын жерлердің бірі. Және де сауаптар еселеніп берілетін сол үш мешіттердің бірі. Ең бірінші мешіт ол Масжидул Ақса дейді, Ақса мешіті. Ол жерде оқылған намаз басқа жерлерде, екі харам мешітінен басқа жерлерде оқылған намаздардан 500 есе артық Аллах тағала сауап береді. Ақса мешітіне барсаңыздар. Және де үйлеріңізде ниеттеніп шығуға рұқсат етілген мешіт сол Ақса мешіті. Екінші мешіт үйде ниеттеніп шығып, және де сауаптар еселенетін, ол міне біз қазір отырған Масжид ан-Набауи дейді. Және де харам мешіті деп аталады, осы Медина қаласындағы пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мешіті. Бұл мешітте, харам мешіті, Меккедегі Қағба тұрған мешітті санамағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар. Оқылған намаз, бұл жақта жасалған жақсылықтар 1000 есе еселенеді. Намаз алатын болсақ, жамағатпен бірге оқу 27 есе ғой. Ал бұл жақта соған 1000-ды қосасыз, яғни жамағатпен біздің қазір оқып жатқан намазымыз 27.000 есе. 27.000 есе еселенеді, қараңыздар. Сондай сауаптан құр қалмай, барынша 5 уақыт намазды осында оқуға тырысуымыз керек. Ал үшінші мешіт, ол иншалла 3-4 күннен кейін баратын, ол Мекке қаласындағы Қағба тұрған Масжидул Харам. Ол мешітте 100.000 есе, 100.000 есе сауап жазылады. Тіпті енді сауабы деген керемет, қараңыздар. Бұл үш мешіт үйден ниеттеніп мұсылман адам сапар шегіп баруға болатын мешіт. Бір мысал келтірейін сіздерге. Мысалға кешегіде білеміз, Түркия елінде Айя София мешіті ашылды мысалға. Керемет, барлығымыз үшін қуаныш, мұсылмандар үшін керемет бір жаңалық болды, ол кәдімгідей қуанатын. Мысалға сол біздер Қазақстанда елде отырып, Айя София мешітіне бар, намаз оқып қайтайын, ол мешітке айналған екен ғой деп шығуымыз ол дұрыс емес, олай болмайды. Өтіп үйден ниеттеніп шығуымызға болмайды. Егер де біздер сол Түркия еліне бір Стамбул қаласына бір белгілі бір сапармен, белгілі бір шаруалармен жол түсіп жатса, сол кезде зиярат ету ол дұрыс. Яғни белгілі бір басқа бір шаруалармен барып, ол мешітті зиярат етсек ол дұрыс. Ал бірақ біздер үйімізден сол мешітке барып намаз оқимын деп бару ол дұрыс емес. Тек қана дүние жүзінде осы 3-ақ мешітке ғана үйімізден арнайы сапар шегіп барып намаз оқу рұқсат етілген осы мешіттер. Ақса мешіті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мешіті, және де Қағба тұрған Аль-Харам мешіті. Міне осы 3 мешітке біздер үйімізден ниеттеніп сапар шегіп барып оқи аламыз. Сол себепті барынша бұл жақта жүрген кезде көбірек, бағанадан бері айтып жатырмыз, сауапты амал жасап қалуымыз керек. Тек қана жамағатпен намаз емес, көбірек садақа беріңіздер, көбірек зікір етіңіздер, көбірек салауат айтыңыздар осы жақта жүрген кезде. Барынша осы жақта жүрген уақытты пайдалы қылып өткізуге тырысыңыздар. Барлық амалын жасап қалыңыздар. Жаңа ақшам намазында көрдіңіздер, имам Зилзала сүресін оқыды. Сол кезде соңғы 2 аятында Аллах тағала астағфирулла айтып жатыр. Фамай яъмала мисқала зарратин хайран яра ва май яъмала мисқала зарратин шарран яра. Яғни мағынасы бірінші фамай яъмала мисқала зарратин хайран яра. Ол жерде Аллах тағала айтып жатыр, кімде-кім шаңның тозаңындай болса да жақсылық жасаса, оны көреді. Келесі аятта айтып жатыр, ва май яъмала мисқала зарратин шарран яра. Кімде-кім шаңның тозаңындай болса да жамандық жасаса, оны да көреді. Мен міне соңғы сөзімді осымен аяқтағым келіп тұр. Бұл жақта қалай жақсылықтар, намаздардың, кез келген садақалардың сауаптары жаңағыдай еселенетін болса, біліңіздер, бұл жақта жасалынатын күнә амалдар, бұл жақта жасалынатын Аллах тағаланың және пайғамбарымыздың жақтырмаған амалдары сонша есе еселеніп күнә жазылады. Көрдіңіздер ме? Абай болыңыздар. Міне имам керемет бағана оқып жатқан кезде керемет нәрсе салып жатыр, міне қажыларға деген айтып жатыр, міне кімде-кім шаңның тозаңындай жақсылық жасаса, оны көреді. Яғни ертең Алланың құзырында қияметте кімде-кім шаңның тозаңындай жамандық жасайтын болса, оны да көреді деп жатыр. А бұл жақта ол жақсылықтар мен ол жамандықтар еселенеді. Сол себепті Аллах тағала бұл жақта жүріп күнә атаулыдан біздерді сақ қылсын, жамандық жасауымызды Алла сақтасын. Бұл жақта, бұл жерлерде, Медина, Мекке қасиетті мекендерде жүріп, тек қана сауапты амалдар жасап, тек қана жақсы амалдар жасап, аузымыздан тек қана жақсы сөздер шығуын Аллах тағала нәсіп етсін.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah razı olsun.